Тірі болсам, қазаққа қызмет етпей қоймайын. Ата-баба аманатын арқалаған қоғам және мемлекет қайраткері Әлихан Бөкейханның туғанына 160 жыл толуына орай Сәкен Сейфуллин атындағы орталық кітапханасының ұйымдастыруымен жастар орталығымен бірлесіп Алаштың ардақтысы Әлихан Бөкейхан атты оқырмандар конференциясына қош келдіңіздер. Міне осы оқыған тоқыған қазақ зиялыларының көш басында әрине Әлихан Бөкейхан тұрды. Және оның серіктері Ахмет Байтұрсынов және Міржақып Дулатов болды. Олар алғашында шығармашылық жұмыспен айналысты. Яғни халықтың көзін ашуға, білімге шақыруға, сауатын ашуға жұмсады. Яғни айтқанда Әлихан жүрген жердің бәрі тек мына қазағым деп жүреді. Тек қана жаңағы ұлт үшін қызмет етуге арналған өзі. Ол өзі экономист, өзі заңгер, өзі публицист, өзі аудармашы, өзі әдебиетші, өзі мұғалім, өзі дәріскер. Қаншама жаңағы жақсы қасиеттер, жақсы білімдер бойына сіңіріп алып отыр. Бұл нағыз қазақ үшін туған ұлттың тұлғасы. Сосын Әлихан Бөкейханды тағы біз білуіміз керек бір тұсы, бұл әдебиетке сіңірген еңбегі деп айтса болады ма? Бір ғана салада ғана дамып қана қоймай, жан-жақты салада дамыған.